Ай, аман мısın, ар мısın? Қазақтай рухы биік ұлт. Ақынның мерейтойына кеп қалған бүгін жиылып, қол бастаған ел үшін ер жәнібектер ат ойлап, кіреуке сауыт киініп, Оспан Батырдай дүр бабам қас жауының басына қара бұлт кеткен үйіріп, солар аңсаған азаттық алдыңа шықтым ағайын, ақ домбырамды қолға алып той бастау маған бұйырып. Алпысты талтүс деп тұрған ақын ұлыңның күйін ұқ. Әдебиетте ат озған алшыдан асық иіріп, Шудабай бидей сөйлесе қағып та сөйлер жиі мұрт. Түмен бұлт кешіп көшіп келгендей қараса қабақ түйіліп, Есенгүлдей құрбымды көсемше шығып жіберді, жұбай болып алған соң өлең жазуды қойырған. 60 жасым құт болсын, 60-та мынау мінекей атан түйесін сойдырған. Тарқамасын думаның, өріле берсін жырларың, тойың тойға ұласып салтанат күнің, той қылған ай. Алматыдан сөйлеп тұрмыз қазір. Бүгінгі шығармашылық кешке жиналған ағайын, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бақытбек Мүшұлының шығармашылық жолы туралы жаңағы өлеңде де әдемі өріліп жатыр. Қалған шығармашылық ғұмырнамасын қазір сөйлейтін ағайындар барлығы дұрыстап жеткізіп берер. Мен жиналысқа айналдырмайын. Жалпы бүгінгі шығармашылыққа келген барлықтарыңызға рахметімді айта отыра, сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен кеш иесін, ақын, жазушы, аудармашы, филология ғылымдарының кандидаты, инженер Бақытбек Мүшұлын алдыға шақырайық. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен Әрекеті тұлғыл шапалақ, кеш иесіне құрмет қошемет ағайын. Бәйге құтты болсын. Бәрекелді рахмет. Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы.
Болғын деген ұшқатты қойнау, ұларлы, ұшпалы ұйықтыр. Жусаны үлбірек, изені табадай, жирені күдірейген түмен белестерден мұнартып тұратын тәңір жер. Алтайдың тұман жамылған жүргесінің іргелі қиығы осы өңір. Осы бейғажап мекеннің басы жайлау, балағы күзеу, ойпаты қыстау. Бақ тұнған Баялыш, Ақбұйра өзенді өлкеде Бақытбек Бәміш туыпты. Шудабай Баһадүр зәңгінің табынан қан сөлі жоқ ақсұры, сұрқы сұсты суық, иығынан төмен желбіреген жалбыр шашты, осы заманауи баба түкті шашты әзиз. Қолтығына қысқаны Мағауиннің екі кітабы, саусағында бадана тасты жылтырақ жүзігі бар әйтеуір сықиып келіп тұр. Түрінен, қимылынан, шәл мұрт қойысынан ежелгі Масақтай ме, текті Мағауин бе, әйтеуір бір сұлба көрінердей. Өзіне сенімді, күреңкі, пақты болсын, оның бүткіл ғұмыры өлең. Мағауин ағасының күдір жолымен жортқан бөрі текті ақын аман болсын. Деп, анау шекараның арғы бетінен байырғы қазақтар жатқан бай өлкеден сұраған Рахметұлының жіберген сәлем хаты осылай сіздердің алдарыңызда бейнебаянының кәдімгідей бір тамаша тілегіне айналған екен. Құтты болсын, тілеулес сұраған Рахметұлына да рахметімізді айтып қояйық. Өзі келе алмады, жер шалғай. Енді қадірлі әлеумет, біздің кешімізге жаңағы Оспан Батырдың тек қана поэзия таныстырды. Анау мынау емес. Сол арқылы біз бір-бірімізді сұрасқан жағасымыз жоқ, бір-бірімізді жатқа білеміз. Менің өлеңдерімді поэмамнан бастап, мақалаларымды шектей, кешегі шыққаны бәрін міне жатқа қойды. Қасқыры темір ақын сүйген, туған жердің тасқыны. Сен осылай сүйен. Бәрекелді Жәркен аға жасаңыз. Ауылым көшіп барадай, таудан асып, таудан асқан бұлттармен араласып дәй. Сондай кәлбеттермен араласып. Жетіске қарай кетіп бара жатырмын. Ал Бақытжан ағамызға құрмет қошемет, мінекей бауырының шәкіртін құрметтеп сыйлап жатыр. Қазақтың үлкен ғалымы. Атқа жоқ сияқты кәсіп сирет алып базар болады, атыстан көп жоқ. Мынаны деген өзінің Ал құрмет қошемет, мінекей ұстаз болсаң қамқор, тілеулес аға болсаң осы Бақытжан ағамыздай болсын, бүгінгі бауырынан шәкіртінің шығармашылық кешіне келіп ағынан жарылып жатқан жасай берсін Бақытжан аға. бірақ 70 жылдықта есенгүлді қасында отырдық. Ана балзыңның керегі жоқ. Түсінікті ме саған жоқ? Ол балзың мына жерде отырсын қот дейді. Қазақша айтқанда. Етістігіңіз жақсы екен. Жақсылап айтады бір. Үлкен жырды сіздерге арнаймыз. Қабылдаңыздар. Aşkın gölge açtırmadan, keyudesini ешкім кейде
маған Ереді суға батқан Оралтайда азулы Қазан үшін намысын Таңдап еттің бір баба Бәрекелді, құрмет қосылмет. Бауырым, бірінші сөзді ұлы сөз қазақтың қасиетті киелі сөзі деген мәселеге арнап, сол сөз өнерін оқытушы болғаннан кейін сізге деген сыйлығымнан бастағым келіп тұр. Ол сыйлық тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет деп аталатын менің авторлық пәнім, қазір біздің республикамыз, біздің оқып университетте жетелеп намыс, шығыпсың биік сүмбірге, өткеннің шынын жеткіздің жазып бүгінге, бір мүшел ғұмыр арнапсың есіл уақыт, лайық осы өзіңге өрендігдіге. Сол бабалар ғой зерделей білген заманын, жіктағын қиын айырып сол кез қоғамын, өлеңмен өрген роман тегі көремес, мұқалмас екен дегіміз келет қаламын. Бабалар жолын сарақтау жүдә аманат, оқырман білер ауыр екенін қабағат. Аталар мінген арғымақ пенен жүрелер, жанұялада болмасын әмсе жаманат. Көшумен жүріп не көрмеген бұл елің, қиылыда қиылы тағдыр кешкенін білемін. Қолымнан қалам түспесін жүдә көп жаса, ағалықтағы ақындық адам тілегім. дамыту дейміз. Осындай Бақытбектің өлеңдері, Бақытбектің жырлары ойлы да сырлы, адамға ой салатын, отанды сүюге баулайтын үлкен рухпен келіп бір мұқалмас ар жағында жанып тұрады. Мен өзім ақын болмасам да, әдебиет танушы болмасам да осындай сезінемін. Сондықтан Бақытбекті іні ретінде, бауыр ретінде, талантты азамат ретінде құрмет тұтам, жақсы көреді. Әне міне деп жүргенше Бақытбек те 60-тың заңғарына қадам басып қалды. Әлі күн айттым, сені мына мұртыңа қарап 40 жас болдың, қайдан. Мәңгі осындай жаста, жаныңда өлеңді жаза бер, өмірің ұзақ болсын, отбасың аман есен, бақытты болсын, саған тілектеспіз. Елімізге көптеген шығармашылық сыйлық жасай бер. Сенеміз, үлкен үміт күтеміз. Сенің жазғаныңнан әлі жазатын көп деп сенеміз. Оны күтеміз. Бәрекелді, Нәбижан аға рахмет. Аман болыңыздар өздеріңізге де. рахмет. Созбайын. Әр уақыт ағиық болып Алтайым
айналып жүр аруақ. Белдеуіне боз үйдің байланыпты арғымақ. Ұлытауда көкбөрі қоланып жүр аруақ. Қазы құртқа ту тігіп оралып жүр аруақ. Алатауын анамдай аластайды аруақ. Балапанын қорғаштап қарастап жүр аруақ. Нұрын сіңір жебеуші тәңірімнің қазағым,